Тоғызыншы есеп. 27, 13, 12, 5, 2, 65, 48, 8, 6, 39, 3, 27, 9, 2, 48, 28, 14 белгісіз. Осы жерлерге белгілі бір амалдар қолдану керекпіз. Сол кезде мына сандар шығады. Белгісіз орында не тұрады, соны табайық. Жауаптар бізде 3, 4, 8, 12, 16. Пауза қосып, өз жауабыңызды қалдырыңыз. Қалдырған болсаңыз рахмет. Енді шарт көрейік. Бірінші 27 азайту 13. 14 болады. 12 азайту 5, 7 болады. 14 бөлу 7 тең болады 2. Біз бұл жерде нені білдік? Мына бір гүл сияқты амалдың азайту екен, және 3 бұрыштың бөлу екенін білдік. Бөлу, азайту, бөлу, азайту деп қойып қояқ. Енді 2 мен 3-ті тексерейік. 60 бөлу 5, 12, 48 бөлу 8, 6, 12 азайту 6 тең болады 6. Дұрыс. 39 азайту 3, 36, 27 азайту 9, 18, 36 бөлу 18 тең болады 2. Дұрыс. Енді төртінші есеп керек. 40 бөлу 8, 5, 28 бөлу 14, 2, 5 азайту 2 тең болады 3. Ал 3 бізде А жауабы. 10-шы есеп. 18, 6, 3, 8, 27, 3, 8, 17, 18, 3, 4, 3 не болады? Жауапта 3, 27, 78, 20, 136. Пауза қосып, өз нұсқаңызды жазыңыз. Рахмет. Егер жазған болсаңыз, біздің нұсқаны тыңдап көріңіз. Бірінші біз 18-ге 6 қосамыз 24, 24 3-ке бөлеміз 8. Яғни біз дөңгелектің плюс екенін, үшбұрыштың бөлу екенін білдік. Үшбұрыш бар жерлерге бөлу қояқ, дөңгелек бар жерлерге қосу белгісін қояқ. Енді тексеріп көрейік. 27 бөлу 3, 9, 9 қосу 8, 17. 18 қосу 3, 21, 4 қосу 3, 7, 21 бөлу 7 тең болады 3. Ал 3 бізде А жауабы. 11-ші есеп. 6, 2, 5, 7, 27, 14, 3, 39, 8, 7, 2, 5 белгісіз. Осы белгісізді табу керекпіз. 38, 40, 46, 50, 56. Бұл біздегі жауаптар. Пауза қосып, шығарып көріңіз де өз нұсқаңызды көрсетіңіз. Рахмет. Енді мен сізге көрсетейін қалай шығатын. 6. Енді мен көрсетейін сізге қалай шығатын. 6 көбейту 2, 12, 12 азайту 5, 7. Яғни біз квадратты көбейту екен, мына плюс сияқты белгінің минус екенін білдік. Минус, көбейту. Ал енді тексеріп көрейік. 27 азайту 14, 13 болады. 13 3-ке көбейтсек 39. Бұл дұрыс. 8 7-ге көбейтсек 56 болады. 2-ні 5-ке көбейтсек 10 болады. Мына бер бұл азайту. 56-тан 10 азайтсақ 46. Ал 46 бізде С жауабы. 12-ші есеп. 8, 4, 5, 3, 24. 4, 6, 5, 3, 20. 7, 3, 9, 4, 20. 9, 1, 5, 1 неше болады? Бізде жауаптар 18, 24, 32, 36, 40. Пауза қосып, өз-өзінің нұсқаңызды жазыңыз. Рахмет. Ал енді біздің нұсқаны тыңдайық. 8 көбейту 4, 32. 5 қосу 3, 8. 32 азайту 8, 24. Мыналардан нені білдік біз? 3 бұрыштың көбейту екенін, 4 бұрыштың қосу екенін, және дөңгелектің азайту екенін. Енді сол таңбарды қойып шығайық. Қосу, азайту, көбейту. Мысалы қараңыз. 4 қосу 6, 10. 5 азайту 3, 2. 10 көбейту 2, 20. Мына есеп шықты. Үшіншісі. Мына жер азайту, мына жер көбейту, мына жер азайту. 7 азайту 3, 4. 9 азайту 4, 5. 4 көбейту 5, 20. Бұл да шықты. Енді өзіміздің есепке барайық. Бізде 4 бұрыш болса ол қосу, 3 бұрыш болса көбейту, дөңгелек болса азайту. 9 қосу 1, 10, 5 азайту 1, 4, 10 көбейту 4, 40. Ал 40 бізде Е жауабы. Рахмет.